Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің анаммен мықты сұхбат, мықты видео болады. Менің анам 67 жаста және сіздерге айтары көп. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ене мен келін туралы болады. Бәріне қызықты, өзекті тақырып деп ойлаймын. Енді мамамнан сұрайын. Мам, сіз қалай ойлайсыз? Ене қандай болу керек, келін қандай болу керек, чтобы олар андай тату-тәтті бір-бірін түсініп өмір сүру үшін қандай болу керек деп ойлайсыз? Иә, енді дұрыс қой, қазіргі заманда ене мен келін тақырыбы жаңағы жиі болып тұрады ғой. Енді мен өзім ойлаймын, мен өзім де енемін, Құдайға шүкір, келінім бар. Енді өзім тәжірибемде келін деген біреудің тоже қызы, мәпелеп өсірген қызы. Ол келін болып қолға түседі. Келін болып қолға түскеннен кейін біз оны кішкене тәрбиелеуіміз керек. Өзіміздің отбасымызға үйретуіміз керек. Ол енді өзі басқа отбасында тәрбиеленген. Біз өзіміздің отбасымызда қандай құндылықтар бар біздің отбасымызда, соған үйретуіміз керек. Келін енді ене болғың ене өзіміздің қызымызда бар ғой, енді осы біздің қызымызда сондай келін болады. Мысалға айтқанда, соны көз алдыңда елестетесің. Сөйтесің дағы енді оны кішкене білмеген осы көрсетіп, ұрыспай, зекімей, өкпелетпей, жайлап қана айту керек деп ойлаймын мен. Білмеген болса, білгені болса тек жақсы, өзі істей берсе оған қуанасың. Енді ене сол келінді түсіну керек сияқты, барлық несін білмеген үйретіп дегенде. Ал енді келін болса, енесінің айтқанын істеу керек сияқты. Үлкен кісі ғой енді ол өзінің шешесі сияқты болып келді. Мысалы, өзінің шешесіндей көруің керек. Үлкен кісілердің, мысалы, үлкен кісілер, осылардың көңіліне қарау керек. Үлкен енесін сыйлау керек, құрметтеу керек деп ойлаймын мен. Мысалы, үлкен кісі болғаннан кейін саған айтады. Мысалы, енді мынаны былай істе, мынаны былай істе деп, кейбір кезде енді кішкене мүмкін енді бір қатты сөйлеп қоюы да мүмкін. Оны бірақ көңілге алмау керек. Үлкен кісі ғой. Оны келін кешіре салу керек деп ойлаймын. Мысалы, өзің енең бар, мен де саған солай айтамын. Ол кісілер айтады, ақылын айтады. Ол біз өзіміз дұрыс айтып жатырмыз деп ойлаймыз енді. Енді сендер дұрыс түсінбей қалулар мүмкін. Сол үшін соны ақылға салып, ақырында ойланып, жоқ, шынымен де менікі дұрыс емес екен ғой деп, дұрыс болмаған жері болса, енеңнен кешірім сұрады дегенде. Сондай ол үлкен адам, ене ол ешқашанда келініне жаман ойламайды, жаман болсын демейді. Ақылын айтады, үйретеді, үйренгісі келген келін үйренеді, үйренбеген өздері білетін келіндер өздері істей береді дегенде. Үйде енді жаңағы келін енеңде қабағына қарау керек сияқты кішкене. Мысалы, енеңде бір болады, настроениесі болмай қалады, бір жері ауырады, бір жері сырқайды, сонда көңіліне қарап, қалайсыз, денсаулығыңыз қалай, жақсы болдыңыз ба, таңертең тұрғанда қалайсыз, жақсысыз ба деп сұраса, ене деген енді қуанып, көңіл деген марқайып қалады ғой. Ал үндемей бүйтіп тұртып жүрсе, ол енең де жаман болып қалады. Не болып қалды, не істедім мен дегенде ой болады да, не істеп қойдым дегенде, сосын ол кісі де өкпелеп қалады. Сол үшін енді ол кездерде ене ойланып отыру керек та, қой, бұл менің балам сияқты ғой, жас қой, бар әлі көріп, енді біз өзіміз бәрін көрдік, не қылдық, бұл енді жастықпен істеп тұрғай деп, ене келінге сөйлей салу керек. Енеге сөйлеп, келінге сөйлеп, өзі сөйлеп бастап жіберсе, келін арға сөйлеп кетеді. Енді соны енді өзінің баласындай көріп, мысалға соны кішкене ене кешірімді болып, келініне жаңағыдай жол көрсетіп жіберсе, екеуі тату-тәтті өмір сүреді деп ойлаймын мен. Келін де сол енесін кішкене шылай қатты көңіліне алмай айтқан сөздерін, осы кісі үлкен кісі ғой, дұрыс, енді осы кісінің айтқанын тыңдайын, жарайды деп ешқандай өкпелемей, қырсықпай, тырыспай, сөйтіп ененің сіздікі дұрыс деп үндеме қойып, солай кешірімді боласыздар. Зато ол кісі ешқашанда сендерге жаманды ойламаймыз ене деген
тек қана жақсылық ойлаймыз, осылар мықты болса екен, жақсы болса екен деп батасын береміз, батамызды береміз. Ол кісілер енді үлкен кісілер келіннің қабағына қарап тұрады көбінесе, мысалы қонаққа келгенде не қандай қалай деп, осы келіні көңілді болып жүрсе ене де көңілді болып жүреді деген сияқты. Сол үшін еще мына туралы не ойлайсыз? Ана ене мен келін бірге тұру керек па или бөлек тұру керек па? Сіздің ойыңыз? Ене мен келін бірге тұру. Енді ол әркімнің жағдайына қарай ғой. Мысалға айтқанда бірге егерде басында үйленгенде бірге тұрып кетсе, бірге тұрып келінмен бірге тұрып кетсе, ол үйреніп кетеді, бір отбасы болып, бір семья болып. Егерден жаңағы келін болып түскеннен кейін бөлініп кетіп, бөлек тұрып кетсе, ол уже бөлек тұрып кетеді. Уже ол уже келінімен кейін бірге тұрған қиын болады ол адамға. Уже екеуі екі жақта бөлек тұрып қалады да. Енді негізінде қалай десе болады, былайша шыным өзімнің ойым, енді мысалға енесі жас болса, 50-60-тағы болатын болса, келін балалар бөлек тұрған дұрыс. Өйткені өзінің отбасы, өзінің бала шағасы дегенде өзінің, ал біз енді пока карт емегенбіз ғой, енді жас болғаннан кейін біз өзімізді тамағымыз тие аламыз, өзіміз кіріміз жуа аламыз, өзіміз жинай аламыз деген сияқты. Біз өзіміз, олар бөлек тұрса, кішкене жауапкершілікті мол өзіне алады да, жауапкершілігі болып, уже кішкене пысықтау болатын сияқты. Пысық болады да, өздерімен өздері. Ал әке-шешемен тұрса, онда ол сеніп тұрады әке-шешесіне, кішкене еркелікпен, қалай болса солай, жұмсап ақшаны деген сияқты, сондай болатын сияқты. Ал бөлек тұрса, уже самостоятельный болып, өздерімен өздері уже солай. Енді бірге тұрғанда жақсы, бір жағынан бірге тұрған әке-шешеге жақсы жағы да бар ғой, жақсы жағы да бар. Біз бірге тұрғаннан кейін үйреніп кетеді адам, бір отбасы үйреніп кетеді да, уже оны бөлек тұрғысы келмейді, жібергісі келмейді деп бірге тұрып қалады. Рахмет, мам бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет. Сіздің сұхбатыңыздан өнеге өсиет аламыз. Сау болыңыздар. Әрқашанда келін мен ене бірін-бірі сыйласын, бірін-бірі кешірімді болсын. Сонда отбасы бақытты отбасы болады. Сондай. Сол енді. Бақытты болыңыздар. Жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.